Астана, Қазақстанның елордасы. 2024 жылы қала халқының саны 1,5 миллион адамға жуықтайды. 2024 жылы қала халқының саны 1,5 миллион адамға жуықтайды. Қалада құрылыс қарқындап өсуде. Осы себепті халық санының күрт өсуі Астананың дамуына оң әсерін тигізуі тиіс. Бизнес қарқынды дамуда, қала экономикасы өсуде, жаңа жол қатынастары салынуда, қыста жылы аялдамалар орнатылып, мектептер мен балабақшалар бой көтеруде. Бірақ қаланың даму жоспары дұрыс және тиімді жүзеге асырылып келе ме? Жайлы өмірдің барлық ілеспе факторлары қала инфрақұрылымының өсуіне үлес қоса ала ма? Пәтер сатып алғанда адамдар өз үйлерін жабдықтайды, балалы болады, әлеуметтік өмір басталады. Балаларды балабақшалар мен мектептерге беруді жоспарлайды, ауруханалар іздейді, жұмысқа, сауда үйлеріне, супермаркеттерге және демалыс орындарына жету бағыттарын жасайды. Тұрғындар үшін білім беру және денсаулық сақтау мекемелері, көлік инфрақұрылымы, негізгі қажеттіліктерді қамтамасыз ететін тауарлар мен қызметтер, қоғамдық кеңістіктер қол жетімді қашықтықта орналасқан болуы керек. Аялдамадан үйге дейінгі жол жарықтандырылған, құрғақ және қауіпсіз болуы тиіс. Қалаларды тұрғын үй іздеп жүрген адамдармен тезірек қоныстандыру деген бір ғана сұрақты басшылық қала отырып, көп қабатты адам үйлеуінің біртұтас кварталдарын ойланбай сала беру дұрыс емес. Ыңғайлы орта мен ойластырылған жоспарлау қаланың тегіс дамуына ықпал етеді, жаңа инвестициялар тартады және қала экономикасына жағымды әсер етеді. Бұл әрбір жеке адамның өмірін жайлы әрі жай ғана жақсырақ етеді.